Жер бетіндегі ең керемет әйелдерге өз махаббатыммен алғысымды жолдаймын. Аналар күні құтты болсын. Сіздерді осындай ерекше күнмен құттықтаймыз. Сіздердің мейірімділігіңіз бен жылулықтарыңыз осы әлемді жақсартады. Әрбір тұлғаның артында сенген ана тұрады. Ендеше осындай керемет жандарға арналған құттықтау сөздер эстафетасын бастап, Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенті Ералхан Бекасылға сөз беремін. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Құттықтау сөз эстафетасын махаббаттан қабылдаймын. Сенің сөзімен қосыламын. Ана мен ұлдың байланысы үзілмейді. Бұл өмір бойы жалғасатын махаббат. Аналар күні құтты болсын. Құттықтау сөзін Карту студенті Мұхтарова Азияға беремін. Всем здравствуйте! Принимаю поздравительную эстафету от Бегасыла и хочу поздравить всех наших любимых матерей с этим замечательным праздником. Спасибо тебе, мамочка, за жизнь, подаренную мне, за терпение, с которым ты растила и воспитывала меня. Спасибо за то, что помогла стать тем, кто я есть сейчас. Передаю слова студенту Казату Сапар Амиру. Баршаңызға сәлем. Аналар күніне құттықтау эстафетасын аяғына қабылдаймын. Бізге өмір сыйлаған, өсірген және бар білгендерін үйреткен аналар мерекесі құтты болсын. Аналарымызға мың алғыс. Құттықтау сөзім Кимов студентіне Шокинова Арайлымға береміз. Hello everyone, my name is Araylam. I'm a first year student at Kimep University. And first of all, I would like to thank Amir for giving me the opportunity to congratulate our mothers. Dear mom, wishing you a day filled with cuddles, giggles, and hopefully a time to yourself. Happy Mother's Day! Әр күнді нұрландыратын әйелдерді аналар күнімен құттықтаймыз. Сіздер шынымен де біздің отбасымыздың жүрегісіздер.